Келдімұрат, Қазақстанға қош келдіңіз. Рахмет. 3-4 сұрағымыз бар еді, соған жауап берсеңіз. Қымыз ішіп көрдіңіз бе келгенде? Қымыз ішіп көрген жоқпын. Түркменстанда да ішіп көрген жоқсыз ба? Жоқ, мен Түркменстанда болған жоқпын. Ешқашан. Мен Ресейдің әкем, анам, сосын әжем, атам бәрі Ресейдің ғой. Түсінікті. Жақсы. Бірақ ұлтыңыз түркмен, иә? Түркмен. Жақсы. Қазақстанға келгелі қымыз ішіп көрген жоқсыз? Жоқ. Жақсы, бірақ енді қазақ балалар ішкізеді. Ішіп көремін де. Бірге барып ішіп көріңіздер, өте пайдалы тағам. Жақсы. Ал қазақша ет жеп көрдіңіз бе? Қазақша ет? Жылқының еті ма? Иә, ет жеп көрдім ғой. Керуен сарайда көп қой, асханалар, кафелерде көп жеп көрдім. Жеп көрдіңіз, иә? Ұнады ма сізге? Иә, ұнады. Әрине. Наурыз мерекесін Ресейде де тойладыңыздар, иә? Жоқ, мен Ресейде болған кезде вообще Наурыз туралы білген жоқпын. Қазақстанға келгенде Наурыз туралы уже білдім. Қалай сізге ұнады ма? Иә, ұнады, өте ұнады. Одан кейін білдім, әжеме де звондап көрдім, сұрадым, бізде мысалы түркмендерде Наурыз мереке бар ма деп. Иә, бар бізде де. Бірақ оны қазіргі жастар білмейді деп айтты. Осыны білдім. Түркменстандағы жастар білмейтін шығар, ауылдағылар білетін шығар. Иә, ауылдағы білетін бар. Иә, жақсы. Шапан. Бізде қазақтың ұлттық киімі шапан. Иә, киіп көрдім ғой, фотода жасап үйіме жібердім. Сөйттіңіз ба? Иә. Өте жақсы тамаша. Түркмендердің де өзінің ұлттық киімдері бар. Бар, иә, бізде бар. Иә, тау халықтарына ұқсайды. Иә, бас киімдеріңіз. Иә, тау халықтарымен өте ұқсайды. Жақсы. Енді Түркістан қаласында сізге ерекше әсер еткен қай жер? Ең біріншіден Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Онда 2-3 рет болдым мен. Одан кейін Қуаныш базар деген, онда бағалар өте арзан. Одан кейін Керуен сарай, әрине онда достарымызбен де жүреміз, қыдырамыз. Болды. Және біздің университетіміз. Жақсы, рахмет көп. Рахмет сізге де. Сізге де рахмет. Жақсы, тамаша.